Бейнебақылау камералары кейде шынымен де таңғаларлық жайттарды түсіріп алады. Бүгін бізде жасырын камераға түсіп қалған топ 10 таңғаларлық және қорқынышты видео бар. Сонымен кеттік. Достар, видеоның басында алдын ала сіздерден кешірім сұрай, менің тамағым ауырып қалған болатын. Кешеден бері тамағым ауырып жүр, өйткені мен 2 күн бойы мұздай, яғни салқын су ішкен болатын, сондықтан да осылай тамағым біртүрлі болып қалды енді. Енді келесі видеоларды барлығы жақсы болады деген ойдамын. Сіздер осы видеоны аяғына дейін көріңіздер. Короче, достар, кеттік ал. Кішкентай қолтырауын қонақ үйдегі демалушыға шабуыл жасайды. Оқиға бейнебақылау камераға түсірілген. Видеода қолтырауын қонақ үй бассейніне қалай барғаны белгісіз. Осы сәтте қызға көмектесу үшін қонақ үйдің тағы бір қонағы келді. Ол қыздың судан шығуына көмектесіп, жануарды үркітті. Және адамдар кеткеннен кейін қолтырауын бос бассейнде қалды. Және әрі қарай не болғаны белгісіз. Бірақ осы видео YouTube'да бір аптаның ішінде 9 миллионнан астам қаралым жинапты. Бұл оқиға Австралияда болған. Видеода мына жігітке қауіп төнеді. Оған ең қауіпті жыландардың бірі ұмтылады. Бірақ жігіт телефонға есі кетіп, оны байқамайды. Бақытымызға орай ит жігітке ұрып, аяғының астында жылан бар екенін түсіндіргісі келді. Содан кейін жігіт оны байқап, орнынан атып тұрып, үйге қарай жүгіреді. Бұл видео 6 миллионнан астам қаралым жинапты. Бірақ басты сұрақтың жауабы жоқ. Видеода қыз өзінің би жаттығуын жасап болғаннан кейін демалуға кіріседі. Және одан кейін сұмдық жағдай орын алады. Қараңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, қыздың артындағы айна қызға бағынбайды. Оны көрген қыз қорыққаннан бірден қашады. Достар, осы видео туралы өз ойларыңыз қандай? Комментарийге жазып кетейік. Сингапурда кіреберісте орналасқан қауіпсіздік камерасы жарқыраған фигураны түсіріп алды. Әрине, бұл фонардың жарығы болуы мүмкін. Бірақ бір сұрақ, оны кім жағып жүр? Және неге ол адам көрінбейді? Белгісіз. Тарихи мұражайдағы бейнебақылау камерасы ұшып жүрген белгісіз пішінді түсіріп алды. Бірнеше секунд ішінде әрең көрінетін елес тәрізді зат пайда болады. Сарапшылардың пікірінше, көбінесе камерада объективке жақын ұшатын шаң тозаң болуы мүмкін дейді. Бұл шаң тозаң ба, әлде шынымен де елес пе? Бізге белгісіз. ақш-та таңғаларлық оқиға болды. Кенеттен киік жолға атып шығып, автобусқа кіріп кетеді. Жануар орнынан тез тұрып, қашуға тырысады. Сол сәтте жүргізуші тоқтап, есікті ашады. Және жануар әрі қарай шығып кетеді. Жұмыс орнында телефонмен сөйлесу жақсы емес. Өйткені ол сіздің өміріңізге қауіп төндіруі мүмкін. Оған дәлел мына видео. Бұл жағдай Нью-Йоркта орын алды. Яғни бір отбасы түнде ұйықтап жатады. Сол сәтте үйге ұры түседі. Ұры ең алдымен бір телефонды ұрлап, және одан кейін бір түрлі қылықтар жасап үйден қашып кетеді.
Ал бұл жағдай түннің бір уағында Үндістанда болады. Үйдегілердің бәрі ұйықтап жатырған кезде камерадан леопардты көруге болады. Ол мұнда не істеп жүр және қайдан келгені белгісіз. Леопард терезеге жақындап, итке қарайды да кетіп қалады. Кардани қаласының саябағына полициялар бейнебақылау камераларын орналастырады. Олар камера арқылы жабайы пумарды іздеуді жоспарлайды. Ал жергілікті тұрғындар оны саябақта көргендерін айтады. Бірақ ол жануар көрінбейді. Сәлден кейін камераға костюм киген бір түрлі адамдар түсіп қалады. Олар түн ішінде не істеп жүргендері белгісіз. Сонымен достар, осымен видео аяқталды. Егер видео ұнаса, лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліңіздер. Және сіздерден тағы да кешірім сұрағым келіп отыр. Осылай дыбыстағаным үшін және де келесі видеоларда жақсы болып кетер деген ойдамын. Және де Наурыз мейрамы құтты болсын, барлықтарыңыз ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Бүгінге осы, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.